Ассаламу алейкум, хабар арнасының көрермендері. Эфирде таңғы ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Электронды домбыра жайлы естулеріңіз бар ма? Бұл аспаптың ерекшеліктері неде? Электронды домбыраны насихаттап, өнерімізге өзіндік үлес қосып жүрген топтар жайлы бүгінгі бағдарлама барысында сіздерге мен Бексұлтан Нұрланұлы тарқатып айтып беремін. Қазақ қара домбырасының заманауи үлгісі электродомбыралар. Аталмыш аспапта ойнау оңай ма? Арнайы мамандармен жүздескен тілші бейнематериалында. Қайырлы таң, қымбатты көрермендер. Біз бүгін елімізде пайда болғанына 6-7 жылдай уақыт болған электронды домбыра жөнінде сөз қозғамақпыз. Бұл домбырада елімізге белгілі Алдаспан және Шарапат тобының мүшелері ойнайды. Бүгінгі бағдарлама барысында электронды домбыраның ерекшеліктерімен бізді Шарапат тобының мүшелері таныстыратын болады. Электронды домбыраны қазақ аспаптарының ішіндегі жаңа құбылыс деп атауға болады. Заманауи аспапта ойнаушылар оның ерекше үніне мән береді. Осындай өзінің жаңашылдығымен дүйім жұртты таң қалдырып жүрген ұжымдардың бірі Шарапат тобы. Қазіргі уақытта олар Қытайда өтетін халықаралық фестивальге қызу дайындық үстінде. Бұл электронды домбыраны ерекшелігін айтатын болсақ, қазіргі акустикалық домбырадан ерекшелігі бұл ең бірінші мынау тоқтың көмегімен жұмыс жасайды. Және де оның мынау ішектері жалпы сымнан жасалған, кәдімгі электр қуатын қабылдау үшін. Енді жалпы бұл электронды домбырамен негізі қазіргі уақытта, қазіргі таңда бұл Шарапат тобымен және Алдаспан тобы ғана қолданып жүр. Топ мүшелерінің айтуынша, электронды домбырада ойнау үшін алдымен адамға аспапты тиянақты түрде танып, білу маңызды. Сондай-ақ олар қарапайым домбыраның құлағында ойнайтын адамдардың оны тез меңгеріп алатындығын алға тартады. Бастысы, күнделікті дайындық жұмыстарына уақытылы қатысып, өзге топ мүшелерімен өзара үйлесімділік таба білу керек. Бұл бәрі жаңағы шекті аспап болғасын, оның жаңағы меңгеруге маған қиыншылық туғызбады, былайша айтқан кезде бір ай, 2 айдың ішінде меңгеріп алдым. Бұл қолымдағы аспап туралы айтып кететін болсақ, бұл басты электродомбыра жаңағы америкалық, батыс европалық топтардан қарасақ, жаңағы олар бас гитара болады ғой. Былайша айтқан кезде соның альтернативасы, бірақ өзінің жаңа бұны бір ерекшелігі, екі шекті, бұны домбыра сияқты ойнағанға болады да. Бүгінде электронды домбыралардың 2 және 4 шекті түрлері бар. Құрылымы жағынан күрделі аспаптардың бірі саналатын электронды домбыралар Мәскеуде арнайы тапсырыспен жасалады. Олардың құны орта есеппен $2,5 мың құрайды. Бұл идея маған 1988 жылы келген, өзім 8-ші сыныпта оқып жүргенде. Себебі рок музыкасын қатты тыңдап жүрген кезім еді. Сол кезде электрогитарамен, кәдімгі домбыраның қағысымен ойнап, сонымен жұлдыз болып кеткен талай Американың, Англияның жұлдыздары көп болды, рок топтары көп болды. Сонда мен ойлаған ойымнан да еді, егер де бізде электродомбыра болса, олардан әлдеқайда озып кетерек деген ой болды. Сөйтіп, соны кейін 2009 жылы мүмкіншілік бар болғаннан кейін, сол 2009 жылы соның жобасын өзім сызып, 2010 жылы Қазақстанда бірінші нұсқасын жасаттым. Нұржан Тойшы электронды домбыраны жасау арқылы ұлттық аспабымызға жаңа серпін беруді қалаған. Бүгінде оның жетекшілігімен құрылған Алдаспан және Шарапат топтары дүниежүзілік гастрольдік сапарлармен аралап, қазақ өнерін шетелдерде жаңа қырынан танытып жүр. Сондай-ақ талантты жігіттер электронды домбыраның қыр-сырын үйренемін деушілерге арнайы дәріс өткізеді. Бексұлтан Нұрланұлы, Алексей Видовский, Жаңа күн.